Сәлем достар, бүгін біз асқабақ әлеміне қызыл сары түсімен және әртүрлі пайдаланумен танымал таңғажайып көкөніске шомыламыз. Асқабақ жайлы 10 фактыны білейік, ал ендеше бастайық. 1. Асқабақ жер бетіндегі ең көне мәдени дақылдардың бірі болып табылады. Ғалымдардың пікірінше ол осыдан 7000 жыл бұрын Мексика мен Солтүстік Америкада өсірілген. 2. Асқабақтың 45-тен астам түрі бар, және олардың пішіні, өлшемі, түсі және дәмі бойынша ерекшеленеді. 3. Асқабақ дәрумендерге, минералдарға және антиоксиданттарға бай қоректік табиғат. Оның құрамында А, С, Е, калий, магний және клетчатка бар. Бұл оны көз, тері және жүрек денсаулығына пайдалы етеді. 4. Асқабақтың нәзік тәтті дәмі бар, және оның сорпа, пюре, бәлішке және сусындарды қоса алғанда түрлі тағамдарға жиі қолданылады. Сонымен қатар оның құрамы тәбетті бақылауға көмектеседі. 5. Асқабақтар Хэллоуин мерекесіне қорқынышты жүздерді джек-лантер кесуге өте қолайлы екені белгілі. Бұл дәстүр джек-лантер туралы ежелгі ирландик аңыз ауласады. Ол кесілген асқабақтың ішіне шам мен әлемдердің арасында жүреді. Әрине, бұл Европа елдеріне ғана. 6. 2016 жылы салмағы 1277 кг болатын әлемдік рекордтық асқабақ орнатылды. Бұл орасан зор өлшем емес пе? 7. Асқабақ тек тамақ өнеркәсібінде ғана емес, сонымен қатар косметикалық, медицина және сәндік салаларда пайдаланылады. Оның майы кейбір косметик өнімдерде пайдаланады. Асқабақтың сығылы дәрілік препаратада кездеседі. 8. Америка құрама штаттарында асқабаққа арналған фестивальдер мен жарыстар бар. Мысалы, Вермонт штатында асқабақ шамдары фестивалі өткізіледі. Онда асқабақтар ойылып, әдемі композициялар жасалынады. 9. Асқабақтар күздің кезінде декорациялардың кеңінен қолданылады. Жүздері мен шырақтары бар кесілген асқабақтар күзгі мерекелердің ажырамас бөлігіне айналып, жылу мен үйреншікті ахуал тудырады. 10. Асқабақтар ұзақ уақыт бойы сақталуы мүмкін. Әсіресе сақтауға дұрыс жақындағанда, бұл оларға қыста қолжетімді болып, түрлі аспаздық рецепттерінде қолдануға мүмкіндік береді. Асқабақ дәмді ғана емес, сонымен қатар қызықты. Оны өмірдің түрлі салаларында пайдалана отырып, біз оның құндылығы мен жан-жақты әлеуетін түсінеміз. Сіз асқабақты жақсы көресіз бе? Ал мен әсіресе мантыды жақсы көремін. Міне достарымыз, біздің асқабақ туралы біраз білдік. Міндетті түрде біздің арнаға жазылыңыз, лайк басыңдар. Жаңа кездесуге дейін қош сау болыңыздар.